Білесіңдер ме, кішкентай оқырмандар, ел ішінде айтылып жүрген көптеген аңыздар бар. Сол аңыздар кітапханамыздағы қазақтың аңыз әфсаналары атты кітапта жазылған. Олай болса, мен сіздерге бүгін осы кітап ішінен Қорқыт ата туралы аңызды айтып берейін. Қорқыт ата жұрттан асқан ақылды, алдағыны болжағыш адам болған екен. Қорқыттың ауылы Сырдарияның жағасында болыпты. Асқан күйші, қобызшы Қорқыт бір күнде үйінде отырмай, ылғи ел кезіп қобызымен күй тартады екен. Күйді құмарланып тартқан сайын Қорқыттың өлім жайлы қайғысы жеңілдей беріпті. Бір күні түсінде Тәңірі аян беріп Қорқытқа айтыпты: сен өлімді аузыңа алмасаң, саған еш уақытта өлім жоқ деген екен. Бұдан кейін бірталай заман өтеді. Қорқыт өлімді аузына алмай, қобызын тартып, ел аралап жүре беріпті. Күндердің күнінде ел аралап жүріп, бір ауылда отырса, байлаулы тұрған өгізі далаға қашып барады екен. Өгізін қуып жүріп, мұны өлсем де ұстамай қоймаспын депті. Осы сөзді ашу үстінде айтарын айтса да, қатты өкінеді. Түс көргеннен бері міне өлімді бірінші рет аузына алып отыр. Енді өлім тырнағына іліне ме? Жоқ, бұл жерден кету керек. Астына желмая мініп, желдіртіп дүниенің төрт бұрышын кесіп кетеді. Күн батысқа да, күн шығысқа да, Сарыарқаға да, Құбылаға да. Барған жерінің бәрінде де өзіне қазылып жатқан көлді көреді. Қорқыт та олардан мұны кімге қазып жатырсыңдар деп сұраса, Қорқыт әулиеге деп жауап береді. Қайда барса да алдынан Қорқыттың қазулы көрі шығады. Қазулы көрден өзіне құрылған өлім торының қайтсе құтылмақ. Дүние кезіп жүріп, өлім құрығынан құтылмасын білген соң, Қорқыт өзінің туған жері, сүйікті мекені Сырдарияға қайтып келеді. Еліне келгесін Қорқыт желмаясын сойып, оның терісімен қобызының сыртын қаптайды. Құрғақ жерде тұрса, бір күні ажал жетіп келер деген қауіптен бір қырмызы масаты кілемді алып Сырдарияның суына төсеп, сонда қобызын тартып тұра беріпті. Қорқыт дүние кезгендегі арманын да, өлімнен қашқан қайғысын да, өзі көрген жақсылық жамандық жайларын да, қобызында ойнаған ғажап сұлу күйлерімен жеткізіп баяндайды. Қорқыт күйлерін бүкіл дүние жан иесі түгел ұйып тыңдайды. Аспандағы құс ұшуын, жел есуін тоқтатып, Қорқыт күйін тыңдапты. Сарыарқаның аңдары да Сырдарияның жағасына шұбырып келіп Қорқыт күйін тыңдайды екен. Сырдарияның ағысын тоқтатыпты. Үстіне төселген Қорқыттың кілемі суға не ағып, не батып кетпей, көп заман су ортасындағы кемедей қалқып тұрып алып, Қорқытқа өлім келтірмейтін арал болыпты. Қорқыт Сырдарияның көз жасындай суына қарап отырып, қобызын күйлеп, өлім мені қанша қуса да, мен оны бұл жерге келтірмеспін деп, қобызын үздіксіз тарта беріпті. Қорқыттың күңіренген күйлерін балқып тыңдаған ажал да бұған жақын келе алмапты. Қорқыт осылайша күні-түні ұйқы көрмей, қобыз тартып, өліммен алысыпты. Көп замандар бойы үздіксіз қобыз тартқан Қорқыт қалжырап қалып кетеді. Қорқыттың ізіне түсіп аңдыған ажал сол кезде қайрақ жылан күйінде жорғалап кілемге келіп шаққанда, Қорқыт осыдан ауыр өледі. Бірақ Қорқыт өлсе де, оның ұзақ заман тартқан қобызының күйлері тоқталмаған. Қорқыттың моласы Сырдарияның жағасында, Қармақшыдан 18 шақырым жерде бір белестің үстінде тұр. Қорқыттың қобызын сол молаға бірге қойған екен. Ол өзінің өзі мұңды күй тартып, Қорқыттың өзін тыңдағандай сарнап тұратын болыпты. Қасынан өткен жанға әрдайым Қорқыт, Қорқыт деген мұңды үзілмейді екен. Қорқытты тыңдаған барлық ел, барлық әнші, күйші, ән мен күйді, қобызды ойнауды Қорқыттан үйреніп, алғашқы қобызды Қорқыт жасады.